Қызанақ неліктен зиян? Қызанақ қандай дерттерге дауа екенін білесіз бе? Жаз мезгілінде сүйіп жейтін көкөністердің бірі қызанақтың пайдасы жайлы біліп жүріңіздер. Қызанақтың құрамы В1, В2, В5, В6 және А, Е, С сияқты дәрумендерге бай. Қызанақты үнемі пайдалана отырып, иммундық жүйені нығайтып, жүрек қызметін жақсартып, ас қорытуды реттеп, холестеринді азайтуға болады. Қызанақ қандай ауруларды емдеуге қауқарлы? Псориаз, экзема сияқты түрлі тері ауруларды кезінде күніне қызанақтың кем дегенде бір жемісін жеу ұсынылады. Содан кейін теріде оң өзгеріс болады. Айтпақшы, қызанақ түрлі маскаларда жасауға тиімді. Қышқылдығымен төмен гастрит және асқазан жарасы кезінде күнде жаңа піскен қызанақ шырынын тұз қоспай ішуге болады. Оны күніне 3 рет жарты стақаннан тамақтан кейін қолдану қажет. Емдеу курсы 2 аптаға созылады. Жаңа піскен қызанақтың рационыңызға енгізілген болса, депрессия мен нашар көңіл күйді оңай еңсеруге болады. Қызанақтың құрамында серотин, яғни бақыт гормоны бар. Осы гормон жеткілікті мөлшерде бөлінген жағдайда адам депрессиялық жағдайға тез түседі. Сондықтан қызанақ жүкті әйелдер үшін өте пайдалы. Қызанақ катарактың алдын алады. Егер қызанақты сүйіп жесеңіз, көзіңіз жастың ұлғаюымен пайда болатын катарактардан қорғайды. Өйткені қызанақтың құрамында В2 дәрумені бар. Ал арнайы зерттеу жүргізген мамандар бұл дәруменді қолданатын адамдар көз ауруының осы түрінен зардап шекпейтініне көз жеткізген. Қызанақтың құрамында бета-каротин көп болуына байланысты қызанақты тағамдарды жиі қолданатын көздеріңіз өткірлігімен мақтана алады. Күнделікті тағам ретінде қолданып жүрген қызанақтың пайдасы мол екенін енді біліп жүресіздер. Достар, сіздерге пайдалы болып жатса, дертке ем арнасына жазылып қойыңыздар. Қызанақ шырыны пайдалы ма, әлде зиян ба? Қызанақ шырынының пайдасы мол екені бұрыннан белгілі. Ертеде қызанақ шырынын қан сарайларда халық көсемдері мен қадірлі қонақтарға берілген екен. Ал оның қаншалықты пайдалы болса, соншалықты зиянды екенін көпшілігі біле бермейді. Қызанақ шырыны құрамында крахмал және концентратты қант болмаса, ең пайдалы әрі құнарлы. Қоспасы жоқ сусын құрамында магний, кальций, натрий, минералды заттар А, В, С, К, П дәрумендері және шырын, алма, лимон, қымсымық қышқылы бар. Жазда бұл сусын шөл қандырса, қыс мезгілінде бойдағы температураны бір қалыпты ұстауға ықпал етеді. Шырын жүрек қан тамырлары мен бойдағы қан айналым жұмысын жақсартады. Ағзадағы зиянды қалдықтарды сыртқа шығарады. Тері қабатын жұмсартып, шаш, тырнақ өсіміне тікелей ықпал етеді. Қызанақ пен оның құрамындағы шырынның құрамында ликопен бар. Ол ағзаны зиянды ісік ауруларының талшықтарынан қорғайды. Сондай-ақ қызанақ шырыны семіздікке жол бермейді. Қызанақ шырыны анемия, көз аурулары, жүйке ауруларының алдын алады. Алайда қайнатылмаған немесе консервантты қызанақ шырынының пайдасына қарағанда зияны көбірек. Оны көп мөлшерде пайдалану өте және бауыр жолдарына тастардың жиналуына жол береді. Сондықтан да жарамдық мерзімі 3 айдан асатын шырын ыдыстағы қызанақ шырынға көп әуестене бермеңіз. Асқазан ауруларына шалдыққан жандарға қызанақ шырынын көп мөлшерде қолдануға болмайды. Әсіресе асқазан жарасы, гастрит, панкреат ауруларымен ауыратын жандар үшін қызанақ шырыны қауіпті болуы мүмкін. Қызанақ шырынын үйде жасауға болады. Ол үшін қып-қызыл болып піскен қантты қызанақтарды жуып, оны сыртқы қабатын ажыратып алыңыз. 2-ге бөліп, шырын шыққыштан өткізіңіз. Дайын шырынға 1 шай қасық тұз қосып, оны 10-15 минуттан кейін пайдалануға болады. Сондай-ақ қызанақпен бірге шырын шыққышқа алма, лимон, асқабақ, сәбіз қосуға болады. Араласқан шырында пайдалы болып келеді. Күнделікті таңертең және ұйықтар алдында 1 стақан қызанақ шырынын ішкен абзал. Таңертең шырын адам бойына сергектік берсе, кешкілік жанға тыныштық сыйлайды. Қызанақ шырыны ас алдында да ішуге болады.
алайда оның құрамында көп мөлшерде ақуыз кездесетіндіктен тамақтармен араластырмаған жөн. Қызанақтың теріге пайдасы. Теріге нәзіктік нәр алыңыз. Қызанақ теріні маңызды нәрмен қамтамасыз етеді, өйткені олардың оның денсаулығы мен тартымдылығын сақтайтын қоректік заттарға бай және жойылуы қажет қоспалар мен токсиндерді кетіруге көмектеседі. Сондай-ақ қызанақтың құрамында қартаюмен күресетін және теріні күн сәулесінің әсерінен болатын зақымданудан қорғайтын көптеген тиімді ингредиенттер бар. Ал қызанақты тұрақты пайдалану арқылы сау және әдемі теріні табиғи және тиімді түрде алуға болады. Сондықтан тері күтімінде қызанақты пайдалану жақсы және тиімді сау нұсқа болып табылады. Қызанақ безеулермен күреседі және тері жасушаларының зақымдануын болдырмайды. Қызанақ тері күтіміне арналған ең жақсы табиғи ингредиенттердің бірі болып табылады, өйткені олардың құрамында теріңіз жақсартуға, қорғауға көмектесетін көптеген қоректік заттар мен витаминдер бар. Қызанақта безеулермен күресетін тері жасушаларының зақымдалуын болдырмайтын С дәрумені бар. Қызанақ күшті антиоксиданттар теріні күн мен ластанудан болатын зақымданудан қорғауға көмектеседі. Сондықтан қызанақты сау және жарқыраған теріні алу үшін тұрақты түрде бет маскаларын жасау үшін пайдалануға болады. Сонымен қатар қызанақ жеуге теріге де оң әсері етімді, өйткені оның құрамында әжімдер мен безеулер сияқты көптеген тері проблемаларын жақсартуға көмектесетін қоректік заттар бар. Қызанақпен күннің күйіп қалмау қаупін азайтыңыз. Теріге арналған қызанақтың көптеген артықшылықтарының ішінде күннің күйіп қалу қаупінен қорғау болып табылады. Қызанақтың құрамындағы ликопен күннен қорғайтын әсерге ие және теріні зиянды ультрафильтрлік сәулелерден қорғайды. Бұл жерде айта кету керек, қызанақ жеу және олардың тағамға қосу күн қорғанысын қолдануды алмастыра алмайды. Бірақ бұл күннің күйіп қалуын қорғау және терінің зақымдануын болдырмау үшін қосымша шағын қадамды білдіреді. Томаттарды жеу терідегі меланиннің оңтайлы өндірісін қолдауға болады. Ол табиғи түрде күннен уақытша қорғауды қамтамасыз етеді. Ақыр соңында қызанақты сау және әдемі теріні жақсарту үшін тамаша тағам ретінде қолдануға болады. Осы қызанақ пен қиярға арналған маскамен бетіңізге тегіс рең беріңіз. Бірге араластырған қызанақ пен қияр теріні нәрлендіретін және өте жұмсақ ететін табиғи маска жасай алады. Қиярда теріні ылғалдандыруға көмектесетін ылғалдандыратын заттар бар, ал піскен қызанақ шырында терінің жылтырататын, арттыратын және күңгірттенуді кетіретін қоректік заттар бар. Екі ингредиентті йогурт, бал және лимон араластырыңыз және оны қоспамен бетіне ылғалдандырып, көз бен ерін аймағын қоспағанда бет пен мойынға біркелкі тарту үшін ақырын араластырыңыз. Масканы 15 минутқа қалдырыңыз және тегіс жарқыраған бетке ие болу үшін салқын сумен шайыңыз. Бұл нәрлендірген масканы үздіксіз қолдану арқылы теріңіздің жарақатын тегіс және керемет жарқырап қалады. Қызанақтың көмегімен қартаюмен күресеміз. Қызанақтың керемет артықшылықтарының ішінде қартаюға қарсы әсері бірінші орында. Қызанақтың құрамында қартаюға қарсы қасиеті бар ликопен аталатын қосылыс бар. Ликопен теріні ультрафильтрлік сәулелер мен ластанудан болатын зақымданудан қорғауға көмектеседі және зақымдалған тері жасушаларын қалпына келтіруге көмектеседі. Сондай-ақ бетке қызанақ маскасын жиі қолдану терідегі коллаген мен эластин өндірісін ылғалдандыруы мүмкін. Бұл тегіс және қатты теріге әкеледі. Сондықтан қызанақты тағам ретінде жеп, оны бетке қолдану қартаю процесін кешіктіріп, жас және әдемі теріні сақтағысы келетіндер үшін өте пайдалы. Қызанақтың көздің астындағы ісінуді азайтуға көмектеседі. Терінің денсаулығы мен сұлулығын сақтау үшін пайдалануға болатын табиғи шөптердің ішінде қызанақ бірінші орында. Томатта С дәруменінің жоғары пайызы бар. Бұл көздің астыңғы қара шеберлер мен ісінуге қарсы маңыздылардың бірі.
тітіркендіретін ісінуді азайту және бет терісіне шашыраған және көрініс беретін сөмкелерден құтылу үшін салқындатылған қызанақ тілімдерін көзге қоюға болады. Қызанақтың көзге сергектігін және тыныштандыратын әсерінен басқа теріні жұмсартатын табиғи қасиеті де бар. Сондықтан сарапшылар теріні бір мезгілге тиімді ылғалдандыра отырып, көздің астын қара шеңберлерден құтылу үшін жалбыз және қызанақ маскасын пайдалануды ұсынады. Қызанақты тері күтімінің бөлігі ретінде үнемі пайдаланған кезде дене тері жасушаларының өсуін ынталандыратын, олардың құрамындағы күшті қоректік заттардың пайдасын көре алады. Осылайша сау және жарқыраған теріні қамтамасыз етеді. Достар, толық тыңдасаңыздар рахмет. Дертке ем арнасына жазылыңыздар. Күнделікті пайдалы кеңестермен бөлісетін боламын. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, ауырмаңыздар, жас болып жүре беріңіздер.